Айдана мен Ақжолтай. Әбілдәбек Салықбайдың әңгімесі. Айдана әйбәт қыз, жан баласын жатырқамайды. Ешкіммен ренжіспейді. Түрі де сөп сүйкімді. Аузы оймақтай, мұрны түймедей. Маңдайы жарқырап, көздерінен нұр шашып тұрады. Содан ба, ауладағы бала атаулы айналып үйріліп қасынан шықпайды. Тіпті осынау қуыршақтай қыздың жүрегінің нәзіктігін хайуан екеш хайуан да сезетіндей. Бірде Айдана анасымен бірге емханадан келе жатқанда, соңдарынан қара мысық мияулап қалмай қойды. Бейшараның дауысы соншалықты аянышты еді. Әлде кімнен жәбір көріп, мұңын шаққандай, мені мұнда тастамай ала кетіңдерші, деп өтінгендей жалына мияулайды. Айдана оны аялай сипап, жұбатпақ болып еді, анасы шыр-пыры шығып маңына жолатпады. Тиме, қызым ұстама, ауру мысық шығар. Ауру емес, деп кесіп айтты Айдана. Біреу ренжіткен ғой, қарашы, әне, бізден көмек сұрап тұр. Қайдан білесің, қарағым-ау? Қазір қоқсы қарасында жұқпалы ауру тарататын мұндай мысықтар өріп жүр ғой. Бұл ондай емес, мама, біз асырап алайықшы. Мен өзім бағамын. Асырап дейді, қой қызым. Асырасақ дені сауын, кішкентайынан асыраймыз. Оны және көшеден емес, біз оны кісінің қолынан алу керекпіз. Алдын ала мал дәрігеріне тексертуіміз қажет. Анасының айтысына қарағанда, мысық асыраудың бұдан да басқа әуре сарсаңы көп көрінеді. Алайда Айдана оған бола райынан қайта қоймады. Қайта осы оқиғадан соң мысық десе ішкен асын жерге қоятын болды. Сол-ақ екен, ауладағы бала біткен оған түрлі түсті мысықтарды әкеле бастады. Шұбары да бар, аласы да, тақыры да, жүндесі де әкелінді. Қас қылғандай Айдананың анасы олардың бірде-бірін жаратпады. Бірінің түсі, екіншісінің ұсқыны, үшіншісінің жүні ұнамай қалды. Сөйтсе, әңгіме мысықта емес екен. Айдананың анасында болып шықты. Анасы өмірі мысық асырап көрмепті. Асырағанды қойып мысығы бар үйге барса, аузына қылшық түсіп кетердей жиіркеніп, кеткенше асығады екен. Сондықтан қызының мысыққа құштарлығын әншейін еркелік, уақытша әуестікке балап жүріпті. Мұны сезген Айдана айтқанын орындатып тынды. Кіп-кішкене ақ мысықтың үйге әкелінуі Айдана үшін ерекше оқиға болды. Әуелі оны анасы екеуі жас балаша мәпелеп шомылдырды. Үсті басын сүртіп, жүнін мұқият тарап, қылшығынан арылтты. Сол-ақ екен, ақ мысық мұнтаздай тазарып, кісі қызғардай жұтынып шыға келді. Жүндері еш ноқатсыз ақ мамықтай әппақ екен. Сүтке тыңқия тойып алғаннан кейін асыр салып ойнағанын көрсең, Айдананың жасанды теріден тігілген сұр тышқаны бар еді. Мамасы соның мойнына жіп тағып берді. Әлгіден ұстап әрлі-берлі сүйрелесең, ойыншық емес шын тышқаны зулап жүргендей көрінеді. Міне, Айдана соны сүйрете қашады. Ақ мысық өкшелеп тура қуады. Қуып жетсе, Айдана тышқанның әуелетіп көтере қояды. Ақ мысық та оның соңынан көкке шарпиды. Бас салып ұстай алмай жаны тынбайды. Ұстап алса, жерге жата қалып, алдыңғы аяқтарымен аударып, төңкеріп ойнайды. Сол кезде Айдана тағы да сүйрей қашады. Мысығы тұра қуады. Осылайша екеуі әбден рахатқа батты. Бұл достықтың өзіне үлкен септігі тиерін
сәби жүрегі сезгендей екен. Айдана бір жылдан бері тық-тық еткендей қу жөтел жабысып еді. Анасы екеуі қаншама сабылып, емхананың табалдырығын тоздырса да, еш нәтиже бермеген еді. Айдана ақ мысықпен достасқан соң, көп ұзамай-ақ сол жөтел сап тыйылды. Содан бастап ақ мысық ақ жолтай атанып кетті. Әңгіме ұнаса, мысығы бар достарыңызбен бөлісіп бірге тыңдаңыздар. Арнаға тіркеліп, қолдап отыруды да ұмытпаңыздар.